Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әлеуметтік желіде хит болып жатқан картоптан рулет дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмді, ерекше тағам. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі бисмилля деп бастаймыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, үстінен үккіштен өткізілген сырды барлық жеріне бір тегіс етіп жайып аламыз. Сонан соң алдын ала жуып, тазартып, кесіп дайындап қойған картоптарымызды тура видеодағыдай бірінің үстіне бірін жайғастырып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, толық құрамда описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Міне біз барлық картопты жайғастырып шықтық. Үстінен үккіштен өткізілген сырды қосып 200 градуста шамамен 20 минуттай пісіреміз. Осы арада біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тартылған етті майда қуырамыз. Етіміз, яғни фарш біраз қуырылғаннан соң үстінен майда етіп туралған пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сонан соң тұз, татымына қарай бұрыш және өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз да үстінен шамамен жарты ас қасықтай томат пастасын салып, тағы бір 10 минуттай қуырып аламыз. Он минут қуырылғаннан соң үстінен су құйып, бетін жауып, 5 минутқа ең төменгі отта бұқтырамыз. Біздің картоптарымыз дайын болды. Шамалы суытып аламыз да, сонан соң дайын салманы үстіне тура видеодағыдай тегістеп жайып шығамыз. Дайын картопты рулет тәріздес етіп орап аламыз. Асықпай, мұқият орауымыз қажет. Шашылмай өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Тағамыз суып қалғандықтан оны қайтадан шамамен 10 минутқа пешке салып аламыз. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жанына гарнир ретінде күріш ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді және шашыраңқы болып піседі. Жасалу жолы менің YouTube каналымда рецепті бар, қарап көрсеңіздер болады. Описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.